Assalamualaikum bауырлар. Бүгін біздің эксперименттің 4-ші түсірілімі. Хаммер H3 автокөлігіне тіреу өзі 4300 литрлік қозғалтқыш орнатқан болатынбыз. Жұмыс 90%-ға аяқталды десек те болады. Көп жұмыс жасалды. Қозғалтқыш орнатып, май суын құйып, дайындап қойдық. Ұсақ-түйек жұмыстары қалды енді. Алдыңғы мостына қозғайтын кардан орнатылды. Артқы кардан әлі аяқталған жоқ. Қазір қозғалтқышты оталдырып көрсетеміз. Тоқтарын барлығын жалғап қойдық. Тек жинау қалып тұр тоқтарын. Астыңғы бөлігін көрсете кетейін. Мынау беріліс қорабының майын салқындатқыш. Осылай алдыңғы қатарға орнаттық. Неге бауырлар, бұл алдыңғы кардан редукторды қозғайтын. Осы редукторын қозғайтын. Жұмыс енді бітуге жақын, аяқталды. Шамалы ғана жұмыс қалды. Артқы мостың редукторын қозғайтын карданды, яғни артқы карданды жасап жатырмыз, әлі ол аяқталған жоқ. Қалған жұмыс жобалап бітті. Бұл енді салон. Әзірге щиток орнаттық, селекторды орнаттық. Тоқтарын әлі толық жинай қойған жоқпыз. Дегенмен барлығы жалғанып тұр. Қазір қозғалтқышты оталдырып көрсетеміз. Енді бауырлар, оталдырып көрсетеміз. Осылай бауырлар, қозғалтқыш өте жақсы жұмыс жасап тұр. Ешқандай діріл жоқ, ешқандай ақау жоқ. Енді қалған бөлшектерін жинақтап, осыдан кейін ең соңғы түсірілімді саламыз. Ол түсірілімде көліктің жүрісін көрсетем. Алда тағы да жақсы видеолар болар. Келесі видеоларда көріскенше аман саулықта болайық баршамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қолдау көрсетіп, лайк басып, тіркеле отырыңыздар. Алдын ала рахмет. Аман сау болыңыздар.